арасында бір үлкен қазақ еліне бір үлкен мейрам деп айтуға болады. Және атында тұр Тұран барысы. Тұран барысы дегеніміз енді қазақтың нағыз майталман жігіттері келіп, Тұран барысына Қазақстанның жәнегі сен түрмен атайын деген азаматтар көшіп жатыр. 7 палуанымыз әр салмақ бойынша. Жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, қырғыздармен палуандарымызбен күресте, қазір енді түріктермен бұйыртса кездеседі деп отыр. Бұйыртса енді ақтық белдесуге шығады деген ойымыз бар. Ақтық белдесуде де ұтса деген ойымыз бар. Өйткені қазақтың көк туы желбірегені бәріміз үшін, өзіміздің елімізде желбірегені өте бізді қуантады. Біздің қазақ күресімізді қазір азаматтар жақсы жұмыс істеп, шетелге барып, әр мемлекетке барып, кәдімгідей біздің күресімізді ұлықтап жатыр. Ол деген біз үшін жеңіске бір саты қалды. Өйткені біздің қазақ күрес, ұлттық күресімізді болашақта Азия ойындарына, Олимпиадаға кірсе деген арман бар. Енді әттең-ай мен енді жасым келіп күрестенді қойдым, бірақ енді біздің қазақ күресінен абыройымыз да, атағымыз да, атымыз да сол жерде шыққаннан кейін енді өміріміздің соңына дейін осы қазақ күресіне атсалысып кетеміз. Білген нәрсемізді, үйренген нәрсемізді осы бауырларымызға көрсетеміз деген ойымыз бар. Енді біздің қазіргі тренерлер жәнегі осында федерация жұмыс істеп жатыр. Асылса бірге қазақ күрес орталығы бәрі жұмыс істеп жатыр. Шетелдің бәрі енді біраз мемлекетіне 70-80 мемлекетін аралап барып келді олар. Өйткені біздің киіміміз қандай болу керек, біздің кім екенімізді енді әлем біледі ғой, Қазақстанды әлем біледі, бірақ оның ұлттық күрес қандай екенін қазір уақытта азаматтармен бірге ақылдаса отырып ұқтап жатырмыз қазір. Жақсы, қазір осындай келіп жатқан қазір 5 мемлекет па, 6 мемлекет. 6 мемлекетте жаңа дзюдоға күресіп жүрген азаматтар, самбоға күресіп жүрген азаматтар, олар уже меңгеріп қалды. Қазіргі уақытта енді мен мемлекеттік қызметкер болғаннан кейін қазір кішкене саясат басым болып жұмыстармен көп танытамай жүрміз, бірақ жаттығу уақытылы жаттығу бұрынғыдай емес, бірақ енді барып жаттығамыз, онда қатты нагрузка алмаймыз, өйткені жарысқа қатыспаймыз ғой. Форманы жоғалтпау үшін артымыздан еріп келе жатқан бауырларымызға барып, ақылымызды айтып, білгенімізді көрсетіп, қандай болады, қандай нәрсе болмайды, өз ұлттық күресінен оларға патриоттығын оятып, қазір енді жас бауырларымыздың бәрі патриот болып келе жатыр ғой. Елім, жерім деген азаматтардың бәрі осы спорттан шығады, бірақ оның ішінде өзіміздің ұлттық спортымыз, ұлттық күресімізден қаншама артымыздан бауырлар келе жатыр. Біз қойсақ, күресті қойғанымен арттағы бауырларға әрқашан біз көрсетуге, олармен бірге жәнегі ізі бар ғой, соның бәрін көрсетуіміз керек, қалай шабу керек, қалай бұл енді Қазақстан ішінде бір-бірімен жақсы күресе береді, бірақ шетелдікпен күресу кішкене қиынырақ болады. Бір, екіншіден олармен күресу кішкене біздің қазақ балуандарының арасында күрестен кішкене бөлек болады. Болашағы бұл енді мұсылман мемлекет. Біріншіден бұл Қазақстанда, бұл Түркістанда, Қазақстан бір қаласында өтіп жатқаны, ол деген болашақ артымызда еріп келе жатқан балуандарымызға, батырларымызға, болам деген балалардың бәріне бір сабақ болады. Оларды көреді, оларда мүмкіндік бар екенін сезеді, жеңіске жетуге болады екенін өз көзімен көреді. Содан кейін біздің бұндай жарыстарды әр облыста өткізіп тұрса, мен жаңа осыны ұйымдастырып жатқан азамат ағаларымызға айтып жатырмын да, бір облыста ғана емес жарыстың бәрін. Астана, Алматыда ғана емес, басқа облыстардан өткізу керек, сонда сол жақтың балаларының жаңағы талпынысын арттыруымыз керек сияқты.